Сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода кірпікті қалай өсіреміз, сол туралы айтатын боламын. Егер кірпігіңіз кішкентай болса, өсіре алмай жүрсеңіз, кірпігіңіз мүлдем жоқ болса, осы әдісті қолданыңыз. Достар, жаңа сізге айтып өткендей, кірпікті қалай өсіру керек екен. Мен Пиндодан заказ бердім. Өсіретін затты заказ бердім. Міне осылай қорапта келеді. Міне соны аштым. Қарап алыңыздар. Ашамыз. Так, енді осыны ашамыз да, кірпіктің астына жағасыз, өзіне жақпайсыз кірпіктің астына. Астыңғы жағына бұлай. Сосын бұлай етіп. Астына жағасыз. Бүгін жағып жатырғаныма бірінші күн сіздермен бірге жағып жатырмын. Бұйырса бір айдан кейін қандай результат болды, соны тағы да осы ютубқа салатын боламын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер. Осындай затты алғыңыз келсе, описанияға номер қалдырып кетемін. Сол жерге хабарласыңыз. Кірпік өсіретін зат. Өте ыңғайлы, осылай ашып, туш секілді осылай ашып жаға бересіз. Сау болыңыздар, қазақ елі аман болсын. Келесі видеода кездескенше.